Сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге хажели мантысының жасалу жолын айтатын боламын. Әсіресе мына ораза айы келіп жетті. Ауыз ашарға істесеңіздер өте жеңіл, керемет, дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп салып, үстіне шай қасық тұзымызды салып, араластырып аламыз ұнымызбен. Және де бір жұмыртқамызды саламыз. Сіздер отбасыларыңызда қанша адам болсаңыздар, сонша көбірек жасай бересіздер. Мен 2 зуала шығатындай жасадым, өзім отбасыма лайықтап. Және де үстіне салқын су құйып, қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа қамыр жасайтын боламыз. Және де аздап 2 қасық, ас қасықтай сұйық май құйып, міне осындай қамыр жасап 10 минутқа демалдырып қоятын боламыз. Бетін жауып, біз оға дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына туралған пияз, мен 3 пиязды турадым, және де 400 грамм етімді алып, тартылған етімді алып, үстіне тұз, бұрышымды және де сұйық майымды құйып, сұйық май шамамен 4-5 қасықтай болады. Өте керемет болып шығады. Себебі мен етім майсыз. Егер де майларыңыз сіздердің майлы болатын болса, онда май қосудың қажеті жоқ. Менің қамырымды осылай алып, тағы да бір илеп алдым. Және де жайып, осылай жұп-жұқа етіп жаямыз. Кәдімгі мантыдан қарағанда үлкендей ғып жасаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Себебі бұл осылай жасалады хажели мантысы. Бұлайынан кескен кезде де бұны да мантыдан, кәдімгі мантыдан қарағанда үлкенірек, бір емес 2 мантының шығатындай етіп, осылай кесіп шығамыз. Барлығын кесіп болды. Енді міне осындай жұп-жұқа болып шықты. Жан-жағын тартып, тағы да үлкейтетін боламын. Және де біздің салмамызды салып жайып шығамын. Міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл осынысымен хажели манты деп саналады. Дәл осылай видеотағыдай барлығын осылай салмасын кәдімгі мантыдан қарағанда аздау болады. Және де жайып шығамыз. Міне сонда бұның несі өте керемет болып шығады. Мен бір жасадым, және де отбасымдағылар қайта-қайта жасап беруімді сұрайды. Өте дәмді себебі. Және де манты қазанымызды алып, осылай барлық шетін тегізіп майлап, енді мантымызды жайғастырамыз. Бір мантыны қойып, үстін жақсылап майлаймыз. Барлық жерін. Және де екінші мантымызды осының жанына бұлай үстіне қойып шығамыз. Ешқандай жабыспайды, қорықпаңыздар. Дәл осылай барлығын осылай біркелкі етіп қойып шығамыз. Барлығын өте керемет шығады, достар. Менің рецептіммен жасаңыздар. Барлығын осылай жасап, менде 3 лис шықты. Барлығын түйіп болдым. Менде 3 лис шықты. Енді 30 минутқа қайнап тұрған суға қойып пісіретін боламыз. Оға дейін біз соусын жасайтын боламыз. Осылай 2-3 пиязды майлап турап алып, қызып тұрған сковородкамызға салып, қуырып аламыз. Қызарғанша қуырып, үстіне тұз, бұрышымызды салып, тағы да қуыратын боламыз. Паприкада қосамын мен, себебі бұл өте осылай 5 минуттай қуырып аламыз. Астын баяу етіп қоямыз, себебі пиязымыз күйіп кетуі мүмкін. Енді біз бұл қуырылғанша укропымызды майдалап турап, үстіне 3 ас қасықпен томатымызды салып, және де жарты қасық, ас қасық аджигамызды салып, үстіне су құйып жақсылап араластыратын боламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Бұл соусымыз дәл осылай жасасаңыздар, керемет болып шығады. Енді осыны жаңағы қуырылған пияздың үстіне құйып 5 минуттай қайнатсақ, біздің соусымыз дайын. Міне дәл осылай араластырып, менде кішкене су аздау болып қалды. Аздап су құйдым.
осылай шамамен осылай жасайсыздар. Өте дәмді болып шығады. Біздің мантымыз пісті. Өте керемет болып шықты. Міне көріп тұрғандарыңыздай жабыспаған. Өте керемет. Міне асты да тіпті жабыспаған. Ас болсын. Менің балаларым, жолдасым өте қатты сүйіп жейді. Қайта-қайта жасап беруімді өтінеді. Ас болсын. Сіздермен болған Әйгерім. Қош сау болыңыздар.